Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен идеальный шоколадный бисквит жасайтын боламыз. Өте жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде видеомыз соңына дейін қарамас бұрын лайк басып арнама жазылып кетіңіздер. Ең алдымен 5 жұмыртқаға құмшекер қосып 15-20 минут миксерлейміз. Мен биік торт жасайтын болғандықтан құрамдарын көбейтіп жасадым. Он 15-20 минутта осылай әппақ болып 2 есе көтеріледі. Енді үстіне пісе май және сүт қосып тағы да миксерлейміз. Бөлек ыдыста ұн, разырғы тек какаоны араластырып, жұмыртқалы массамызға қоса отырып араластырамыз. Бұл жерде миксерді қолдануға болмайды, күрекшемен немесе қасықпен төменнен жоғарыға қарай видеодағыдай араластырамыз. Енді табамызға құйып 180 градуста пісіреміз. Табағын майлауға және пісіріп жатқан уақытта 30 минут пештің есігін ашуға болмайды. Осымен бисквит дайын болды. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Видеом пайдалы болса лайк басып тіркеліңіздер. Менде көп рецептер болады. Сіздермен болған Нұрсұлу. Видеомның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.